Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсел. Бүгін керемет дәмге ие брауни жасаймыз. Өте дәмді, дәмін көрген адамды ғашық қылардай ауызда ериді. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші, грек жаңғағын майдаланғанша пышақ арқылы кесіп аламыз. Егер сізде грек жаңғағы болмаса, қосу міндетті емес. Кейін шоколадты да бөлшектеп аламыз. Водяной ваняда май мен шоколадты ерітіп араластырып тұрамыз. Бөлек ыдысқа бөлме температурасындағы жұмыртқаны саламыз. Яғни барлық өнімді тоңазытқыштан 2 сағат бұрын алып қойған дұрыс. Үстіне құмшекерді қосып, миксер арқылы көпіршіктер пайда болғанша араластырамыз. Миксердің жылдамдығын біртіндеп жоғарылата береміз. Ерітілген шоколад пен майды қосамыз. Ұнды иеліктен өткізіп, күрекше арқылы қозғаған жөн. Үстіне грек жаңғағын қосамыз. Дайын болған массаны табаға құямыз. 170 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Піскен брауниді суытуға жарты сағатқа қойып қоямыз. Өте дәмді, керемет болып шығатын брауниді жасап көруге кеңес беремін. Браунидың құрамында шоколад көп болғандықтан ортасы балғын, әрі керемет болады. Астарыңыз дәмді болсын. Қолдау көрсетіп, видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.